Қайырлы күн, құрметті кітап сүйер қауым. Биыл бір ел бір кітап республикалық акция аясында Шығыстың ғұлама ойшылы Әбу Насыр әл-Фарабидің өмірін жазған Әнуар Әлімжановтың «Ұстаздың оралы» романы және де қазақтың бас ақыны Абай Құнанбайұлының өмірі мен шығармашылығын жазған Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясы таңдалып алынған болатын. Осы орайда екі ойшылға «Сүйер ұлың болса сен сүй» аудандық жоба әзірленіп, ағымдағы жылдың ақпан айынан бастап іс-шаралық қамтылды. Соның бірі бүгінгі Әл-Фарабидің қайырымды қала тұрғындарының көзқарасы жайлы еңбегі бойынша ой-талқы кешіміз. Ой-талқы кешімізді бастамас бұрын кішігірім кітапқа тоқталып өтсек. Қайырымды қала тұрғындарының трактаты, яғни 37 тараудан тұрады. Мысалы, тұлға, ақиқат, аспан денесі, тіпті түс көру туралы да жазған екен. Надандық, әділетсіздік және де басшысы, сол қала тұрғынның басшысы қандай болу керегін осы кітапта жазып өткен. Қалай ойлайсыздар, мемлекетті күшейтіп, тәуелсіздікті нығайту үшін қоғам қандай болу керек? Осы орайда өз ойларыңызды білдіріп өтсеңіздер. Ассалаумағалейкум, құрметті кітап сүйер қауым. Биыл Қазақстан халқы үшін өте қастерлі жыл деп айтуға болады. Себебі адамзаттың екінші ұстазы болған Әл-Фараби бабамыздың 1150 жылдығы болса, қазақтың данасы, алталаштың ардақтысы Абай Құнанбайұлының 175 жылдығы. Екі дананы қосақтап өткізіп жатқан мынау мәдениет саласының жалпы қазақ руханиятының адамдарына мыңда бір алғыс. Енді осы мынау бір ел бір кітап сүйердің болса сен сүй атты мынау акция бүкіл еліміз бойынша жүргізіліп жатқан мынау мәдени жылы ізгілікті хабар бәріңізге ортақ болсын. Әл-Фарабидің қайырымды қала тұрғындары атты даналыққа толы кітабындағы ойымызды түйіндесек, адам баласы тарихтан, қайнаған дәуірден қанша алыстағанымен, ол діні мен жаратылыс ақиқат туралы ұғымнан ешқашан алыстамақ емес. Дін өйткені адамзат баласының әлемінде дұрыс өмір сүрудің жолы, оны сақтап тұратын үлкен қорғанышы деп айта аламыз. Бұл енді жаратылыс Алла тағаланың бізге салып берген сара жолы. Осы тұрғыда бірінші жаратылыс иесінің жаратқан бірінші тұлға ақиқатты пайым түрінде ғана емес, білім, парасат, түсінік, кемел ұғым болу тиіс. Себебі ізгілікті қоғам, мемлекет халықтың діни танымына, білімінен шығып отырады. Себебі дін ғылымның анасы деп Мұқағали дана айтқан ғой. Әл-Фарабидің осы ұғымына дана Абай бұлайша жауап береді. Өзінің 38 сөзінде күллі адам баласын қорғалатын үш нәрсе бар дейді. Бірінші, одан қашпақ керек дейді. Бірінші, ол әуелі надандық дейді. Екінші, ол еріншектік. Үшінші, залымдық дейді. Осы үшеуінен қашатын болса, адам баласы бақытты һәм болашағы зор ел болатынына сенімдіміз. Тыңдағандарыңызға рахмет. Әл-Фараби бабамыздың кітабын, қайырымды қала кітабын оқып шықтым. Осы кітаптан оқығаннан түйген ойым өзіме, бұл надандық, білім ғылымның жоқтығы, дүниеде еш нәрсені оларсыз біліп болмайтын туралы айтылған. Білімсіздік хайуандық болады. Сонымен қатар еріншектік күллі дүниедегі өнердің дұшпаны екені айтылған жақсы. Талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік бәрі осыдан шығады екен. Залымдық адам баласының дұшпаны. Адам баласына дұшпан болса, адамдықтан бөлінеді. Бір жыртқыш хайуан хисабына қосылады деген пікірі өзіме өте ұнады. 1150 жылдығына байланысты мен өзім
осы қайырымды қала тұрғындары кітабын оқып шыққан едім. Сондықтан өзімнің пікірім мынандай: адамды қадірлейтін, өзінің төл құндылықтарын дәріптейтін, сақтай алатын, кейінгі ұрпаққа дінді, адамды, табиғатты құрметтеуді үйрете білетін, құндылықтарын табыстай алатын ел ғана қайырымды мемлекет құра алады. Әл-Фараби бабамыздың 1150 жылдығына орай осы Әл-Фараби атамыздың қайырымды қала кітабын оқып өттім. Содан түсінгенім, Әл-Фараби бабамыз идеяларынан түсінетініміз мемлекет, халықтың, жеке адамның рухани болмысының толықтылығы мен тереңдігімен нығаяды. Ел болмысының негізін құрайтын ұрпақтың болмысы болса, жаңа айтып өткеніміздей дұрыс сенім, дұрыс таным, дұрыс білім, денсаулық, табиғи ортаның тазалығы, қоғамдық ортадағы қайырымдылық, адамдардың бір-біріне деген адамгершілігі, жауаптылық, мемлекетті көркейтеді. Ұрпағын дұрыс тәрбиелеп, қорғай білген елдің ұрпағы елді қорғайды деп сондай түсінік қалыптасты. Бір кітап аясында Әл-Фарабидің бір кітабын оқыдым. Әл-Фарабидің «Қайырымды қала» атты кітабында ол кісінің ұғымынша кез келген нәрсенің шегі болады. Ол шектен еш нәрседе шығып, асып кете алмады. Мәселен, батырлықтың шегі тарих, кез келген батырлық тарихтан асып, немесе озып кетпейді. Оның ұясы тарих. Сол сияқты жалған әдетте қоғамнан, уақыттан асып кетпейді. Қоғам қажеттіліктері, уақыт, заман талабы, шынайы мінезді талап етеді. Уақыты келгенде ол айқындалып отырады. Білдірген пікірлеріңізге көптен көп рахмет. Егер осы кітапты оқығыларыңыз келсе, аудандық орталық модельді кітапхананың қорында бар. Халықаралық Абай клубы 2019 жылы баспасынан шыққан. Және де Әбу Насыр Әл-Фарабидің 7 томдық трактаты да аудандық орталық модельді кітапханасынан алуларыңызға болады. Бүгінгі кешімізді қорытындылайтын болсақ, қайырымдылы қала тұрғындары тек қана мейірімді ғана емес, сонымен бірге әділетті болу керек деп Әбу Насыр жазып кеткен екен.